Қазір ортада алтын домбыраның иегері Аспанбек Шоғатаев, Баянауыл, Павлодар облысы, онымен айтысатын Сырым Әуесхан, Алматы. Жаңа ескерттім, уақыттан асып кетпеңіздер. Өйткені қайтатын ақындар бар, шектеулі уақытта тарқау керек. Жарқыраған ағарман бар, алдымда халық дейтін қар орман бар. Армысыңдар зейінді көрерменім, түрленіп Түркістаны жаңарғандар. Қазақтың бір кетігін жамау үшін орталыққа кірпіш боп қаланғандар. Төтенше жағдай болып 2 ай бойы 4 қабырға ішінде қамалғандар. Карантин боб алғаш рет өмірінде той-пойдан қолы босап дем алғандар. Қашықтықтан оқыту басталғанда баласының орнына бағалғандар. Есебін шығара алмай басы қатып, бірақ айда шаштары ағарғандар. Мың теңгеге масканы сатып алып, қымбатқа антисептик дәрі алғандар. 42.500 теңге өкіметтен 90 мыңға квартплатты жап алғандар. Қос бүйірден қыссада қатал нарық, айтысқа емін еркін бар алғандар. Төленерін көтеріп төбесіне рухани өлеңдерден нәр алғандар. Ассалаумағалейкум тектілікпен тұла бойы намыстан жаралғандар. Ақындарды тірідей бір көргенге өлердей қуанатын адал жандар. Балмен, тілден балмен шекерімді, мақтайын Түркістандай мекенімді. 21 хан жерленген далаңызды қазақтың бар байтағы етеді үлгі. Яссауи Арыстанбап Әл-Фараби мойындатқан шетінен шетеліңді. Рабиға Сұлтанбегім Қарашашым ойлаған жандар еді 2 өмірді. Қыз түгіл қызғалдағың 9 миллион, өйткені топырағың өте құнды. Алталаштың өзіңе назар ауып, жер бағасы көк күшіп көтерілді. Түркістан қымбат қала боп кетті деп, кейбіреу 10 әңгіме ете жүрді. Сен қымбат болғанға мен таң қалмадым, бұл балаң қадіріңді жете білді. Өйткені білемін ғой қазақ үшін бұрыннан қымбат қала екеніңді уай. Кешегі айтысымыз думан болды, көрермен ақындарды шыңнан көрді. Ақындарды тізіммен шақыруға сахнаға Жүрсін Ерман Тұлған келді. Әрқайсысын кезек атағанда жарқыраған қыздар мен ұлдар келді. Тек Аспанбек сол кезде шықпай қойып, естідік біраз уақыт ұрған қолды. Қара жерге кіргізген аспан үшін ұялып Жүрсін ағам құрбан болды. Таң атпай келіп алған Жүрсін ағам Аспанбекті көруге бір зар болды.
60-тан асқан алмас алматыпта ер тоянып айтысқа сырдан келді. Әселхан апамыз да айтыс үшін атып тұрды, ұмытып сынған белді. Таяғына сүйеніп жүрсе дағы ер тоянып тұруға шындар менді. Тек Аспанбек тұра алмай төсегінен өзінің өз бөлмесі өзіне зындан болды. Қысқасы шал кемпірлер во болып тұр, ал жастардың шаруасы тынған болды. Аспанбектің балғадай аяғынан Әселханның таяғы жылдан болды бай. Ау сырымның тістейім дейме алмас тісі. Сен емес қарсыластың алғашқысы. Ол рас кеше таңда келмей қалдым, бірақ жанның мен емес албастысы. Батырлар көп ұйықтайды дейді қазақ, қасымда Алматының бар бақсысы. Ағайын ұйықтап қалсам ренжіме, бар еді таңдайымның талмас құсы. Мен түгіл Қожа Ахметтің базарында қазақтың ұйықтап жатыр бар жақсысы. Ау ғаламның 8-ші ғажабындай, анамның кірлемеген тазарындай, ел барма Түркістанның қазағындай. Күннен күнге жарқырап келе жатсың, Рәбия бегім сұлтанның ажарындай. Енді елде болмасын суық қабар, Бекзаттай қыршындардың ажалындай. Сен деген бар қазаққа қадірлісің, осы 5 күн жалғанның ғазалындай. Ермитаждың төрінен жұлып алған Өзбекәлі атамның қазанындай. Керуен сарайын қайта жайнап жатыр, баяғы отырардың базарындай. Жермен көкті жаңғыртып жатырсың ба, Әзіреттің шақырған азанындай. Ау бісміллә сөз басы, бұл өмір бақ пен сор деген. Баянсыз мына дүниеде кім бар дейсің өлмеген. Жан мәңгі серік болмайды, жүрсеңде алтын тон менен. Түркістанға кеп қалдық, қазақтың барлық жақсысы жәннатқа барар жол деген. Қазақ деген еледік, Яссауиден тілемес бұрын арыстан бапқа қон деген. Үкаш аталар кешегі дарымай бойға оқ жебең, иықтан түскен басы да домалап кетіп деседі, Меккеге қарай өрлеген. Жылағандай әулиеміздің басына барат дейді ғой. Адам болса шөл деген, ал жаратушы Алланың аяттарын оқысаң, су шығат дейді сел деген. Не деген құтты жередің табиғатының өзі де шариғатқа қарсы келмеген. Жұмағымыздың жалғанның бұлағының өзі де Құрансыз ағып көрмеген. Ау төрткүл дүниеме деп қалам, Түркістанның 4 қақпасын. Әзіреті сұлтанға кімдер бұрмаған атпасын. Қазақ боп туылғаныма
қуанып кеттің көргенде кесененің тақтасын. Қазақ 21 ханы қазақтың 8 бірдей сұлтаны төріңде тыным тапқасын. Құшағың алып жатырсың даланың қанша датқасын. Күтіп алар шамаң бар жетелдің патшасы түгіл 70 елдің патшасын. Жаратқаннан тілегім қасиетті Түркістанымды мәңгілікке сақтасын. Төрін айтпай-ақ қояйын, табалдырғының өзінде Абылай хан жатқасын. Ау қоясығы демейін, қолыма жақса сақаны. Түркістанға бұрылыпты ғой Қажекеңнің сапары. Сырым бауырым келдің бе Турцияға жеткен атағы. Жас балалар қазір осындай шығып келе жатады. Содан кейін жоқ болады, сол жаныма батады. Айналайын Сырымжан, таныдың ба айтпақшы анау жүрсін атаны. Сен жалаң аяқ жүргенде алып барып үйіне. Ақындардың деп қатары бос жүрмесін деп бір балам штатпи ашып өзіңе штатив беріп қолыңа сәтті болсын деп сапары үйіп төгіп ет батаны. Кімдерді жылытпап еді қара қыпшақтың шапаны. Тар болды ма басыңа арыстанның апаны. Ал сен болсаң жоқ боп кеттің ғой. Ақын деп едім сапалы. Өткенде жүкең келіп 70-ке той жасады. Өткенде Алматының шаһары. Сонда келді бауырым ақындардың көп қатары. Сен жоқ болғасын оныңа қара қыпшақ түгілі қара қазақ қапалы. Жоламайсың біздерге. Балалар неге осылай еңбегін келіп сатады. Енді өзіңнен сұрайын, азамат едің аталы. Неше түрлі сөз жаттатқан, ақсақалдан аттатқан кімнің қандай сақалы. Бүгін қайта келіпсің, енді бауырым шетті ғой. Қарай бермей жүкеңе, мағанда қарап қойсайшы. Қабағыңыз кекті ғой. Мен жырлап отыра берейін, сен тыңдап отыра бергің. Аспанбек сөзге епті ғой. Ал құтты болсын ал жүке, кенже құлының кепті ғой. Қайтқан малдыңда бұл қазақ қайыры бар депті ғой. Енді қайта кетпегің, жүкең әрбір ұл үшін уайым қайғы жепті ғой. Қайтейін жүке, қайтейін, ашық ауыз деген балаңда аузың дұрып кетті ғой. Ақын десем торықпайтын, түсінігің жоқ екен тобықтайтым. Батыр деген мен құсап ұйықтайды дейсің, қалғансың ау ұйқының көріп кайфын. Ат үстінде ұйықтамай жүреді олар, Аспанбек адам екен соны ұқпайтын. Қызық адам екенсің ғой, қазақтың талай сөзін қорытпайтын. Әй бірақ батыр десең батырсың ғой, ұйқы деген дұшпаннан қорықпайтын. Менімен бірге шыққан шақтарыңда осынау сөздер сенің тапқаның ба?
Қазақтың бар жақсысы ұйықтап жатыр. Түркістанда белгілі көп қауымда. Ақыры солда саған ұнап тұр ғой. Ендеше бірден соған соқпадың ба? Ақыры тұра алмайсың кең көсіліп, Абылай ханның қасына жатпадың ба? Менің ісім сөзіңді реттеу екен, айтыста кішігірім мектеп екен. Әзірет азан шақырат дек қояды, молдадан естейтінің шектеу екен. Әр мешіттің болады азаншысы, сөзіңді келтіргейсің ретке көкем. Азанды өзі шақырып жүрген болса, әзіреттің қадірі кеткен екен. Халықты келсе дағы оятқалы, Аспанбек ұйқыменен тояттады. Өзінен де сең шығат деп әңгімені айтады қаяқтағы. Сең деп өзі айтады қатқан мұзды. Сөзіңнің дұрыс болды қаяқ бары. Тып-тыныш тұрған суды қатыратын сенікі Қайғұранның аяттары вай. Аспанбек менде бағың жансын дедім. Халыққа біраз терің тамсын дедім. Мен жүрсін ағамызды ренжіткем жоқ. Бары менің де құшағына барсын кенім. Атаммен әңгімемді реттеп алғам. Сондықтан жарқын даусым менің. Айтысқа кел дегенде келе салам, сондықтан Түркістанға бәлсінбедім. Ал енді мен айтыстан кеткен болсам, сендерге де бірдеңе қалсын дедім. Қашанғы жүлделерді біз аламыз, бұларда біраз олжа салсын дедім. Бір айналып келгенше Аспанбектер айтысуды үйреніп алсын дедім. Сөзімнің салмақтысын, сүбелісін аямай айтайын мен, айтайын аямастан үнем үшін. Түркістан сені қатты жақсы көрем, сен оны білмеймісің, білемісің? Шаруаларың жан жаққа таратады, қауыз қарбын жүзіммен жүгерісін. Апауыр қорғасынмен жеңіл мақта, өндірсең берекелі түгел ісің. Әйтеуір жеңіл қайтып көрген емес, Шымкенттің басқан пойыз ірелісін. Әйгілі Өзбек әлі Жәнібеков өзіңнің өнеріңнің түлегішін. Ал енді Сақтарханып Бекзат болсаң, батырдың семсерілер білегісің. Сендей керемет облыс таба алмаймын, қазақтың арласам да түгел үшін. Көк туды көтеретін жігіттерді көп туатын облыстың біреуісін. Астанамыз басқала болғанменен Түркістан сен қазақтың жүрегісің. Тарыдай мін табылмай тал бойынан, Аспанбек кетсе болды салмай ылаң. Бойында сәл-сәл ғана кемшілік бар. Хабардар қып тұратын жағдайынан. Ене сөлген құлындай шырқырайтын, сені көсіп бітпейтін қандай ұран. Не айтсаң да әйтеуір айғайлайсың. Хабардар қып өзінің қал жайынан. Сіздерді қайдан, бірақ мен өз басым зәрезап болдым бұның сондайынан. Елдің бәрі мынаны жырау дейді.
алтын күміс төгетін таңдайынан. Арыстанның терісін жамылғанмен есектер танылады айғайынан. Қалықтап ғаламтордың кең төсіне, ілескен жігіт едің ел көшіне. Тәптәуір блогерге айналыпсың, қарамай көсілетін көрпесіне. Ел ішінде оқиға болса болды, сен де бір пост саласың ертесіне. Путин мен Байден кеше кездесті ғой. Сол жайлы айтпай жатсың сен кешіге. Ендеше кезек беріп бір көрейік интернеттің қазіргі еркесіне. Әлеуметтік желінің батыры мен әлемдік саясаттың серкесіне. Ау, бұл бала мына бізді тергейді ғой. Бұл сөзіңе бір адам сенбейді ғой. Айғайлап бұл Аспанбек ұрандаса, яғни шын жүрегі елдейді ғой. Путин менен Байденді не қыламын? Оларды басқа біреу тергейді ғой. Елімнің мұңын айтсам болды маған, сол ғана көңілімді тербейді ғой. Ол рас Түркістанда ұйықтасаң, шіркін ай оянғыңда келмейді ғой. Абылайдың қасына жат деп отсың, ондай вақты біздерге бермейді ғой. Ол вақыт Аспанбектің қолы түгел, президенттің қолынан келмейді ғой. Ау, сен де бір төбедегі төресің ау. Демеймін дегеннен жеңесің ау. Өзіңізге көп алып отырғанмен нысанаға жетпеген жебесің ау. Сендер жүлде алдым деп кеттім дейсің, бауырым бүйте берсең өлесің ау. Әлде қатырғаның шамал екен, тағы да бір айналып келесің ау. Арыстанның терісі сөздеріңнің жебесет, сырым айтты екен деп болмаймын ғой менесек. Мына халық баптаған жүрсіннің бір жүйрігем сырым қайтып теңесет. Жұртым қолдап бергенде айдарымнан желесет. Қажеке деп мен сені бойыңда бар деп берешек. Қажы деген бауырым негізі онда емесет. Қажы деген бірінші көңіліне келмей біреудің қабырғасымен кеңесет. Мені есек деп отқан ең бірінші сенесек. Қажы деп сені отырем абыройыңды елесек. Қазағым текке айтпап, бекер айтпаптау. Меккеден келді көгесек, баяқ есек, сол есек Аспанбек, уақытың шықты. Болды. Басқа ақындарға зиянын тигізесің. Уақыт бітті білемін. Бірақ мен қалай қайтайын. Түркістанға күнде келмеймін, тағы бір 5 минут айтайын.
Жазда жүгіртер жілікті, күзде жүгіртер күлікті. Түркістанға кеп тұрып, қалай айтпай кетейін, нәзір төре құлыпты. Елім деп өткен ереді, қазақты талай тірілтті. Ол атамды білемін, Саудияда да тұрыпты. Сендер құсап мақтанбай, қажылығын Меккеге 8 рет қылыпты. Бүгінгі қажы мыналар келіп алып бұл жерге сахнаны шірітті. Қайран кешегі нәзірлер бір ауыз сөз үшін бүкіл араб бірікті. Біріккені түгемес алдында тізе бүгіпті. 37 жыл келгенде оңбаған мына орыстар оғанда қақпан құрыпты. Нәзірді өлтірген кезде орыстар менен арабтар арасын бірден суытты. Содан бері қарасам 50 жыл өте шығыпты. Есіңде болсын ағайын, бүгінгі төрелер емес, қазағымның бүгінгі төрелер емес, төре құлыптар емес пе, тірілткен біздің рухты. Назарбаев көкеме қала сыйлағыш қазақтар нәзірді неге ұмытты Мен сені деп отырсам алып бала, бұл жаққа жасап отсың бағыттара. Түркістан қымбат қала деп мақтадың, сен үйтіп көкке қарай шарықтама. Түркістан Венецияға айналғалы ол рас болып кетті жарық қала. Бірақ бәрі әдемі болған менен бір орында тұрмай тұр анық баға. Барлығы күннен күнге қымбаттауда. Сенбесең базар жаққа барып қара. Жанармайы азық түлік басқасы бар. 10 мың теңге сұрайды тауыққа да. Қайран біздің қазақтың жағдайы бүйірден қысып тұр ғой нарық қана. Қазақта бәрі қазір көтерілді, көтерілмей тұрған тек халық қана. Түркістан деген бұл қала қазақтың біткен бағына. Уақыт бітіп қалғанмен айтқым келіп тұр тағы да. Әселхандай апамның тойы болып жатқанда қуат бер тілмен жағына. Бұл апам дегім білмейді, жармасып алып жалына. Секіріп міне салушең колхоздың асауларына. Қолың алып қамшыңды өзің ие болып ең бір совхоздың малына. Ал енді айтысқа шыққанда жаратқанның бір өзі қуат беріп жаныңа. Менмін деген талайды жолатпап едің жаныңа. 70 деген немене, 70-ті жаса тағы да. Аллаға шүкір етейін, ортамызда өзіңдей анамыздың барына. Баян ауылдан кеп тұрып, баянды бақыт тілеймін баянбайдың жарына. Аспанбек мұны ұят демейді екен. Кішкене мәмілеге кемейді екен. Негізі сені есек деген жоқпын. Мысалды түсінуге кедейім екен. Тек қана мысал етіп айтып едім, сезікті секіреді демейім екен. Осындай арзан сөзге тоймаймысың, сөзімнің мәнісіне бойлаймысың. Есек десем өзімді есектейсің, осылай жеңемін деп ойлаймысың. Какай десең өзіңді какай дейтін, балалардың жауабын қоймаймысың.
болады әр сөзіңді дұрыс десе, түзеуге болмас бірақ кіріспесе. Халық қана тұр дейсің көтерілмей, болмай ма тыныш кетіп, тыныш кесе. Өзің мүлде жұмысты істемейсің, нағыз жігіт елгесті кім істесе, көтергісі келеді бар халықты, құйрығын көтермейді жұмыс десе. Уай! Жақсымен бірге елдің бар жаманы, езуге маймен бірге қан жағады. Айт десең мәселені мен де айтайын, желбіреп тұрған жоқ еді ақ жалауы. Еркек қыз ал қыздарың еркек болып, шайтанның арбауына алданады. Айғырға айғыр келіп асылмайды, азғындық болып жатыр малдан әрі. Жыл сайын педофилдей айуандардан жазықсыз сәбилерің зорланады. Жемқорлық тамыр жайған бұл қоғамда қолын жайған кедейлер зарғағады. Жас қыздың басын асып тісін қаққан, аяусыз өлімдерден жан жаралы. Ертеңгі тағдыры не болады деп уайымдаймыз өскелең әр баланы. Қорқытады мен осы адам үшін, қорқынышты ештеңе қалмағаны. Уай! Сырым дат. Жаңа сөз тауып айтпасаңдар, халықтың уақытын алмаңыздар. Кесіп қойыңыз. Айтысы Әселханның көрікті екен, кетерде бір ауыз сөз төгіп кетем. Әселхан апамыздың айтысқанда қатары Есенқұл мен Ерікбекен. Өлердегі сөзімді айтайынша, демеймін Аспанбекті жеңіп кетем. Емес халықтың алғысы үшін деп толар бір айтысқа келіп кетем. Бір жапырақ қағазға риза бопты деп сұрамай тіккені көлік бекен. Көлік үшін, ал бүгін көлік үшін айтысатын көп ақынның сөздері көбік кетең. Әселхандай апамды еске алғанда жүлдап тұрып ұяттан өліп кетем. Егер маған бас жүлде берер болса, мен баяғы ақындай желік кетем. Бір жапырақ қағазды аламын да көлікті Әселханға беріп кетем. Жақсы, рахмет. Аспанбек, не болды сендерген? Жұрттың уақытын алып атсыңдар. Сендерден кейін де ақындар тұр. 20 минут емес, 30 минут айтысыңдар ғой. Айтыстың мәдениетін сақтау ақындардың. Соғында назар аударыңыздар, қазылар.